Қазақстанда зейнетақыны ең төменгі күнкөріс деңгейін және айлық есептік көрсеткішті көтеру принципі қандай? Қазақстанда зейнетақы ең төменгі күнкөріс пен ең төменгі жалақы инфляцияға байланысты көтеріледі. Бірақ нақты емес, ағымдағы жылдың болжамы бойынша. Бұл деректің қайдан шыққан Нұр.кз тілшілері анықтап көрді. Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақстанда жыл сайын қабылданатын республикалық бюджет туралы заңда зейнетақыларды, жәрдемақыларды есептеу үшін қолданылатын кейбір есептік көрсеткіштер белгіленген. Әдетте олар жыл сайын көбейтіледі. Зейнетақы төлемдері қалай өседі? Мысалы, 2025 жылы заңда жасы бойынша зейнетақы төлемдері ынтымақты зейнетақы 8,5%-ға өседі деп қабылданды. Атап айтқанда, ынтымақты зейнетақының ең төменгі мөлшері қазір 62.771 теңгені құрайды. Бұл ретте Қазақстан Республикасының зейнетақы жүйесін 2030 жылға дейін одан әрі жаңғырту тұжырымдамасы туралы жарлықта ынтымақты зейнетақылардың мөлшерін қолданыстағы зейнетақы заңнамасы бойынша қолайлы деңгейде ұстап тұру үшін олардың мөлшерін жыл сайын инфляция деңгейінен 2%-ға озып индекстеу керектігі айтылған. Еске салайық, 2024 жылдың соңына қарай баға өсімі қазірдің өзінде 8,6%-ды құрады. Бірақ Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі ашық нормативтік құқықтық актілер порталында атап өткендей, есептеу өткен кезеңдегі бағаның өсуі емес, ағымдағы жылға инфляцияның болжамды деңгейі ескерілген. Мәселен, Қазақстан Республикасының 2025-2029 жылдарға арналған әлеуметтік экономикалық дамуының болжамына сәйкес, Қазақстанда 2025 жылдың аяғында инфляция 5,5-7,5%-ды, яғни орташа есеппен 6,5%-ды құрайды. Осылайша ынтымақты зейнетақы ең төменгі мөлшерді қоса алғанда 8,5%-ға өседі. Болжамды инфляция плюс 2%-ға өсті. Өмір сүру құны қалай көтеріледі? Мемлекеттік зейнетақының негізгі құрамдас бөлігі базалық төлем болып табылады. Еңбек өтілін ескере отырып, ол негізгі әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу үшін ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-дан 110%-ға дейін тең болады. Ең төмен әлеуметтік стандарттар және олардың кепілдіктері туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес, ең төменгі күнкөріс деңгейі де инфляцияның болжанатын деңгейін ескере отырып, бірақ одан аспай отырып жыл сайын республикалық бюджет туралы заңмен айқындалады және белгіленеді. Мәселен, 2025 жылы ол 6,5%-ға, 2025 жылғы болжамды инфляция деңгейі 46.428 теңгеге дейін өсті. Айлық есептік көрсеткішті қалай арттыруға болады? Айлық есептік көрсеткіште осыған ұқсас жағдай. Еске салайық, ол мемлекеттен төленетін жәрдемақылар мен басқа да төлемдерді, сондай-ақ мемлекеттік баждарды, айыппұлдарды және бюджетке төленетін басқа да төлемдерді есептеу үшін қолданылады. Мәселен, 2025 жылы, яғни биыл, айлық есептік көрсеткіштің көлемі 3.932 теңге деп белгіленген болатын. Осыған орай мемлекеттен төленетін жәрдемақылар мен басқа да төлемдерді, сондай-ақ мемлекеттік баждарды, әсіресе айыппұлдарды және бюджетке төленетін басқа да төлемдерді осы 3.932 теңге, яғни айлық есептік көрсеткіш көлемі бойынша есептеу қолданылады.
Учет порталының ақпаратына сәйкес, айлық есептік көрсеткіш республикалық бюджетті жоспарлау кезінде де тиісті жылы күтілетін инфляция деңгейіне сүйене отырып есептеледі. Нәтижесінде 2025 жылы айлық есептік көрсеткіш Қазақстанда болжанған инфляция деңгейіне, яғни 6,5%-ға өсіп, 3932 теңгеге жетті. Осылайша Қазақстанда болжанған инфляцияны ескере отырып, зейнетақы ең төменгі күнкөріс деңгейі мен айлық есептік көрсеткіш өсуде. Сонымен қатар ең төменгі жалақы да жыл сайын республикалық бюджет туралы заңмен белгіленеді. Бірақ оның мөлшері жаңа әдістеме бойынша орташа жалақы мен еңбек өнімділігі туралы статистикалық мәліметтер негізінде есептеледі. Жуырда ғана Серік Жұманғарин доллардың қымбаттап бара жатқанына орай зейнетақы мен жәрдемақылар көбейеді деген болатын. Бірақ нақты уақытын айтқан жоқ. Әлеуметтік төлемге күні түсулі қалың бұқара айтылған уәдеге сеніп отыр. Оның қай уақытта көбейетіні әзірге белгісіз. Дегенмен көтерілген зейнетақы мен жәрдемақыларды инфляцияға жұтылып барады. Сондықтан да қараша халық зейнетақы мен әлеуметтік төлемдерді, жәрдемақылардың көбейгенін қалап отыр. Алайда берілген уәде сол күйі ауада асылып тұр. Оның қай уақытта жүзеге асырылатыны әлі де белгісіз. Дегенмен 6 ай сайын бұрын зейнетақы мен жәрдемақылар көтерілетін болса, қазір тек жылына бір рет қана зейнетақы мен жәрдемақыға үстеме ақы қосылып келеді. Дегенмен үміт үзілер емес. Биылғы жарты жылдықта, яғни 2025 жылдың шілде айында зейнетақы мен әлеуметтік төлемдер, оның ішінде жәрдемақылар да көбейеді ме деген үміт те жоқ емес. Қараша халық осы шілде айынан үміт күтіп отыр. Яғни зейнетақы мен жәрдемақылар шілде айында көтерілуі әбден мүмкін.